Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Петропавлда 15 жасар қыз бала өзіне қол салды деп хабарлайды полиция Казателеграм арнасы. 31 мамыр сағат 15:15-те Петропавл қаласы ПБ-ның 102-ші жедел арнасына Жамбыл көшесіндегі 16 қабатты тұрғын үйлердің бірінің төбесінде қыз баланың тұрғаны туралы хабарлама түседі. Оқиға орнына жеткен жедел тергеу тобының қызметкерлері 15 жастағы қыз баланың қайтыс болғанын анықтайды. Алдын ала болжам бойынша жасөспірім көп қабатты үйдің шатырынан секіріп, өзіне өзі қол салған. Аталған факті КК 105 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Істің мән-жайын анықтау үшін жан-жақты зерделеуге бағытталған тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Олардың нәтижелері бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.